Рожный пирог жасаймыз. Ол үшін ұнымызға қатты сливочный майымызды дәл осылай видеодағыдай теркадан өткіздіріп, қосып, қолымызбен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ішіне бір жұмыртқамызды, бір пиала айранымызды, разрыхителімізді, қантымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Өзім тексерген рецепттерді салып тұратын боламын. Және де қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуі үлкендеу, біреуін кішірек қылып. Салмасына творогты, жұмыртқа, қант үшеуін араластырып дайындап қоямыз. Дәл осылай тапамызды да майлап дайындап қоямыз. Бір бөлігін жайып, тапамыздың ішіне орналастырып, жаңағы творожымызды салып дайындаймыз. Екінші қамырымызды жаямыз. Оны жайып, кішкене ұзын бөліктерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай етіп бөлесіздер. Дәл осы қамырларымызды пирогымыздың үстіне видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз, сәндеп. Бұл 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Ауызашарға, дастарханға ұсыныңыздар.